Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен дәмі өте керемет болып шығатын жұп-жұмсақ құймақ әзірлейтін боламыз. Ол үшін бізге керегі 220 грамм ұн, 250 грамм айран, жылытылған, 2-3 қасық құмшекер, кішкене мөлшерде тұз, жарты ас қасық сода және 2 жұмыртқа қажет болады. Алдымен 2 жұмыртқамызды ыдысқа шағып аламыз. Оның үстіне тұзымызды, құмшекерімізді қосып, жақсылап құмшекер ерігенше араластыратын боламыз. Енді жылытылған айранымызды қосып, оны да жақсылап араластырамыз. Осы рецептпен істесеңіздер, дәмі өте керемет болып шығады. Енді ұнымызды аз-аздан қосып отыратын боламыз. Оны да қосып араластырамыз. Міне қамырымыз осындай болу керек. Енді оның үстіне жарты ас қасық ас содасын салып, оны да жақсылап араластырамыз. Міндетті түрде істеп, балаларыңызды қуантыңыздар. Енді табамызды қыздырып аламыз. Оған кішкене ғана май жағып, 1 ас қасықтан құймағымызды құятын боламыз. Табамыздың астын жай отта пісіреміз. Енді бетін жауып, 1-2 минутқа қалдырамыз. 1-2 минуттан соң осындай көпіршіктер пайда болады бетінде. Енді екінші бетін аударып, оны да жақсылап пісіріп аламыз. Қақпағын жабуды ұмытпаймыз. Міне, осындай құймақтарымыз дайын болады. Өте дәмді. Сіздер де пісіріп, отбасыңызды қуантыңыздар.